Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздерге өте дәмі керемет болып шығатын наурыз көже жасауды үйретемін. Бұл тәсілді мен анамнан үйренгенмін. Менің балалық шағымның дәмі. Сіздерге де 100% ұнайды деген үміттемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Олай болса кеттік қыздар. Қыздар, ең бірінші бізге жүгері және бидай керек болады. Жүгерінің де бидайдың да түйілгенін аламыз базардан. Жақсылап жуып, таза ыдысымызға бидайымызды саламыз. Оның артынан жүгерімізді салып, үстіне су құйып, газға қайнатуға қоямыз. Қыздар, құйған суымыз дәндерден 3 есе көп болу керек, себебі дәндеріміз ісінеді, сол үшін су жетпей қалуы мүмкін. Газға қойып, қайнап шыққанша күтеміз. Мінекей дәндеріміз қайнап шықты. Енді газдың астын өшіріп, бетін жауып 7-8 сағатқа бұқтырып қоямыз. Сорпасын жасау үшін мен тұздалған жілікті және сүрленген қазыны таңдадым. Ыдысымызға суды құйып аламыз дағыны, жілік сүйегімізді және де қазымызды салып қайнатуға қоямыз. Тұздалмаған еттен де жасауға болады қыздар, әрине, бірақ сүрленген қазы менен жіліктің дәмі өте ерекше болып шығады. Сол үшін мен жілік пен қазыны таңдадым. Сорпамыз қайнап шығар алдында бетіне осылай көбігі жиналады. Көбігін міндетті түрде ситаменен осылай тап-таза етіп 2-3 қайтара алып тастаңыздар. Болмаса сорпаның бетінде қалғып, мусор болып өте жаман көрінеді. Сорпамыздың бетін жақсылап тазалап алғанымыздан кейін жай отта, өте баяу отта бетін жауып 2 сағат шамасында қайнатамыз. Мінекей жіліктеріміз 2 сағат шамасында қайнады. Енді оның үстіне жуылған 1 пиала машымызды саламыз дағыны. Тағы да 20-25 минут бойы қайнатамыз. Сорпамыздың тұзын міндетті түрде ортасында көру керек қыздар, себебі тұздалған еттікі ащы болып кетуі мүмкін. Егер тұзы аз болса, тұз салып, баяу отта қайнатыңыздар. 2,5 сағат бойы қайнаған жілігіміз пісіп қалды. Оны жілігімізбен қазымызды алып аламыз дағыны. Оның үстіне 7-8 сағат бойы бұқтарылған жүгерімізбен бидайымызды қосамыз. Бұқтарылған жүгері мен бидай өте тез піседі. Примерно 15-20 минутта пісіп шығады. Сол үшін алдын ала бұқтырып алыңыздар. Қайнап шыққанға дейін біз кеспесін дайындап алдық. Қыздар, кеспенің қалай жайылуы, қалай иленуі менің каналымда отдельно басқа видео бар, сол жерден қарасаңыздар болады. Қайнап тұрған сорпаға кеспемізді саламыз дағыны, тағы да 2-3 минут бойы кеспеміз піскенге дейін қайнатып аламыз. Кеспеміз дайын болғанға дейін етімізді турап аламыз. Ішіні өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ірі немесе майдағып турасаңыздар болады. Мен осы видеодағыдай етіп турадым. Турап дайындап алған етімізді дайын болып тұрған көжемізге қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Кеспемізден бөлек сорпа алып аламыз дағыны, оған айран немесе сүзбе салып, осылай іртігі жазылғанша араластырып аламыз. Қыздар, ешқашан айранды немесе сүзбені ыстық сорпаға салмаңыздар, себебі іріп кетуі мүмкін. Осылай бөлек араластырып, сосын барып үлкен ыдыстағы сорпаға құйсаңыздар болады. Мінекей қыздар, біздің өте дәмді болып шығатын наурыз көжеміз дайын болды. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, үйлеріңізде әрдайым құт береке болсын. Сіздермен бірге болған бота. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Өте тойымды әрі дәмді ботаның наурыз көжесін қабыл алыңыздар.